Assalamualaikum құрметті достар. Біз бүгін жалпы елге вална деген атаумен танымал болған осындай 3D фасад жасауды көрсететін боламын. Бұл жерде бұны жасаудың бірнеше жолы бар. Біреулер арткамда сызып жатады, біреулер басқа программада корнмен сызып, осы жаққа алып келіп жатады, осы арқылы. Дегенмен бұны бізде арткамның өзінде де сызуға болады. Арткамның өзінде де сызуға, арткамның өзінде жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Жалпы мен сол жайында сіздерге түсіндіріп өтетін боламын. Ең әуелі бізде жаңадан парақ ашамыз. Міне жаңа модель. Станоктың өлшемін, я болмаса материалыңыздың өлшемін жазсаңыз болады. Бұл қатты маңызды емес. Маңызды емес болғанда тура осы сабаққа солай деп істей салдық. Міне бірінші біз материалымыздың, яғни ана кескінді түсіретін өлшемді сызып аламыз. Маған кез келген өлшем сыздым. Содан кейін бізде сызық, міне валнаның сызығы, мынау толқынымыздың сызығы бірінші. Енді осыны біз жоғары қарай көтеріп аламыз. Бұл жерде мен 10 мм деп алайын жоғары. Контролды басып тұрып жоғары көтердім. Өйткені бұл мына жерде түп нұсқасы қалу керек, көшірме нұсқасы дайындалу керек деген сияқты. Міне бізде екі нұсқа пайда болды. Мынау бірінші нұсқаны біз нүкте арқылы бөлеміз. Мына жерде өздеріңізге бұрынғы сабақта түсіндіріп кеткем сіздерге. Өткен сабақты көрсеңіздер болады. Сол жерде нүктелердің қызметі бар. Сізде ағылшын тілінде болу керек, міндетті түрде клавиатура тілі. Содан кейін сіз сызықтың бойына мынадай знак шыққан кезде ем нүктесін басасыз, ем клавиатурасын басасыз. Емді бастық, міне тура ортасын көрсетті. Енді тура осылай мына жарты бөлікке тағы емді басасыз. Міне тура соның ортасын белгіледі, мына жерге және мына жерге. М, сосын мына жерге де М, мына жерге бір М, мына жерге бір М бастық. Бітті, клавиатура нүктелерді белгіледік. Енді келесі жалпы беттік белгілейміз. Осы жолы S кнопкасын басамыз. Міне S кнопкасын бастық. S кнопкасының қызметі өткен сабақтарда түсіндірілген тағы да. Осылай бізде нүктелер белгіленгеннен кейін арасына бірден қалдырып белгілейсіз. Осылай. Содан кейін бізде жоғары қарай көтереміз. Мына сызықтың бойына мөлшері жақындатамыз. Міне бітті. Осыдан кейін біз нүкте бөлімінен шығамыз. Нүкте бөлімінен шықтық. Енді бұны симметрия жасаймыз. Симметрия жасап ұзартамыз. Бұл оңға және солға ұзартсақ болады. Біз солға қарай ұзарттық. Ендігі кезекте бізде мына екі бөлінген сызық, мынау бөлік екеуін бір тұтас сызық ретінде қарастырамыз. Ол үшін екеуін біріктіруіміз керек. Екеуін тура осылай белгілеп алғаннан кейін бізде мына кнопканы бассаңыздар болады. Міне, осыны басамыз. Екі міне бірікті. Қазір бізде сызық, қараңыздар, міне тұтастай біреуін белгілегенде барлығы белгіленіп шықты. Енді не істейміз? Мына жерден тағы нүкте бөліміне өтіп, жалпы бет таңдап, S кнопкасын басамыз. Мақсат мына жердегі қандай да бір бұрыш пайда болған, симметрия жасалған екі шекараны нақты бұрышын жоғалту керек. Бізге радиус болу керек. Міне кетті. Ендігі кезекте біз клавиатураның алдыға, оңға, солға жылжытатын таңбалары бар бөлімді басып, оңға қарай жылжытамыз. Я болмаса мынаны белгіледіңіз. Shift-ті басып тұрып,
мынаны басасыз. Содан кейін міне тура осылай белгіледік. Мына яғни екі қабырғаның тура ортасына алып келдік. Ендігі кезекте біз жоғары қарай көтереміз. Ол үшін не басамыз? Қандай кнопка? Мынаны бассақ болады. Мына жерден біз жоғары қарай мен 15 мм деп жаздым. Жоғары көтердім. Бізде міндетті түрде түп нұсқасы қалу керек. Түп нұсқасы қалу керек. Осылай бізде істедік. Енді ағанағы клавиатураның бетіндегі кнопканы басып, солға қарай жылжытамыз. Міне, бізде солға осылай жылжытып алып келдік дейік. Міне. Біткеннен кейін сізде ортаңғы сызықты өшіріңіз. Бізде міне волна, яғни толқынымыздың алғашқы бейнесі пайда болды, алғашқы сұлбасы пайда болды. Енді осыны жалпы беттік белгілеп, массив бөліміне өтеміз. Массив бөліміне өтеміз. Міне қазір бұл жерден біз жоғары қарай көтереміз. Қанша миллиметр? Өздеріңізге ыңғайлы бірінші көріңіздер. Қанша болады? Біз қазір 20 мм деп 2 деп жазайын. Бізде стрелка қай бағытқа қарап тұрады, солай біз жылжытамыз. Бұл өткен сабақтарда түсіндірілген. Бұл кнопкалардың барлық қызметтері. Бізде 32 мм, 20 мм көп болып десек, Ctrl-Z басып артқа қайтайық. Мына жерден мен 15 мм деп жазайын. 15-мізде көп болса, мысалы 10 деп жазыңыз. Окей деп бастық, міне. 10 деп бастық. 10-ымызда көп десеңіз азайтсаңыз болады. Біз 10 мен жұмыс жасай берейік қазір. Енді осыны жоғары қарай көбейтеміз. 20 дана деп. Міне. Бізде жалпы бұл белгіленді. Біткеннен кейін сыртқа шықтық. Артық бөлімді өшіреміз. Я болмаса жалпы барлығын белгілеп, ішіндегі контур сызығы, яғни сыртқы төрт бұрышымызды алып тастаймыз. Осылай белгілеп, енді мынаны бір группаға жиямыз. Ол үшін нені басамыз? Ctrl-G-ді басамыз. Міне тура осылай сызылды. Енді осыны бөліп тастаймыз. Бөлеміз. Қалай бөлеміз? Ол үшін белгіледік. Міне осылай басамыз. Міне бөлінді. Тура ортасынан. Енді осы бөлімді артық бөлімімізді өшіріп тастасақ болады. Мына жерде біз өшіретін болсақ, дәл қазір мына жерде келесі мынау сызығымыз өтіп кетейін деп тұр, өшірілген сызықтардың қатарынан. Сондықтан біз жалпы несін бұзайық, группа бөлігінен босаттық. Енді осылай өшірсеңіздер болады жалпы бөлімін. Делет бастық мына жерде. Онда да кетіп қалды мына жер. Енді симметрия жасайсақ болады. Бұл сіздерге қазір маңызды емес. Артынан өздеріңіз толықтырып аласыздар. Қосып дегендей. Міне, біздің сызбамыз дайын. Енді осыны біз екінші слойға жібереміз. Мынауған біз бірінші слой деп жіберейік. Есімі 1 сақтадық. Енді осыны жалпы бет белгілеп, Ctrl-C, сосын Ctrl-V кнопкасын бастық. Мақсат бізге екінші векторды істеу керек. Енді осыны пайда болған новый слой, вектор 2. Бұл жерге біз екінші векторды сақтаймыз. Применить бастық. Бізге енді бірінші вектормен жұмыс жасаймыз. Көрінбейтін қылып тастадық. Бітті. Енді сыртқы шеңберді, сыртқы төрт бұрышымызды өшірсек болады. Я болмаса бұлай алып қояйық. Енді маңыздысы осы жер. Мына жерден біз сызықты сызамыз. Міне, осылай бекіттік.
Бекіткеннен кейін енді осыны тура осы жоғары қарай барлығын тура осылай бекітіп шығу керек. Ол үшін біз жеке-жеке істеп шықсақ болады. Бұл өткен сабақтарда түсіндірілген. Бізде міне не істейміз? Бірінші мына аралықты өлшейміз. Өлшеген кезде мына жерде аралық жазылып тұрады 22-де 618. Яғни мына жерге мына сызықты белгілеп 22-де 618. 22-де 618. Мына жерге міне 22-де 618 мм деп жазасыз. Жоғары қарай мен 35 деп жазайын. Окей деп бастым. Жетпей қалса, сізде ары қарай тағы 2 деп басыңыз да жіберіңіз. Қалған артық пайда болған артық бөлімді өшіріңіз. Міне осылай өшірдік. Мына бөлімді өшірейік қазір. Ендігі кезекте тура осының екінші жағын біз тұйықтауымыз керек. Бекітеміз екінші жағын. Осылай бекіттіңіздер. Дұрыс емес болып қалды. Бұның бірнеше жолы бар бекітудің. Мен сіздерге осы бір-ақ жолын көрсетейін қазір. Қалғанын өздеріңіз ойланып деп көрсеңіздер болады. Міне бұл бізге аралықты өлшеу үшін керек. 23-де 0,30. 23-де 0,30 мм. Бұған жазамыз біз тағы 40 деп жазайын саны. Бана жетпей қалған. Міне тура осылай біз өшірдік қалғандарын. Міне біз толқынымыздың бір беті пайда болды деп есептесеңіздер болады. Енді осыны толықтай белгілеп басамыз. Бізде қарайған бөлік пайда болатын болса, қандайда біздің векторымызда қателік бар деген сөз. Енді осы векторды біз дұрыстамайынша біз траектория жібере алмаймыз. Ол үшін біз не істейміз? Мына жерден мынаны бірден бассаңыздар болады. Я болмаса біз мына жақтан қандайда бір қателікті іздеткіземіз. Бұл дәл қазір мына жерден ешқандай мін таппады. Барлығы дұрыс дейді. Қазір қараңыздар. Жүзінде бұл дұрыс емес. Мына жерде қара нүктелер бар. Енді осыны қайтадан басайық. Бұл да тапқан жоқ. Мына жерден мынаны бассаңыздар болады. Мынау артық бөлімді қазір артқа шегіндік. Мына жерде міне қателік көріңіздер. Енді осыны біз дұрыстауымыз керек. Міне осылай. Қазір мынау не үшін бұндай? Міне жетпеген сызығымыз бір-біріне. Бір-біріне жетпей қалған. Мына жерде де солай. Екеуін жеткіздік. Мына жерде де солай міне. Тура осындай қателіктер болса, осылай жұмыс жасасаңыздар болады міне. Басайын. Сызығымыз негізі дайын. Енді осының ішінде бізде қазір траектория бөліміне өтейік. Өткеннен кейін мына жерді таңдаймыз. Таңдағаннан кейін бізде мынау бірінші вектор таңдайсыз слойды. Сосын мынау бізде 32 мм радиус 32 мм осы параметрлер бойынша жасасаңыздар болады. Яғни өзіңізде қандай фреза бар, соны бересіздер. Окей деп бастым. Мына жерде материал міндетті түрде ұмытпау керек. 16 жаздым. Бұны біз басамыз. Бұл қателік беруі мүмкін. Қандайда бір. Қазір міне белгіленіп кеткен ана бөлім. Қайтадан өтейік.
umut болып кеткен жер. Мынаның бәрінде қателік бар дейді міне. Қара нүктесі бар бөлімдер. Бұның бәрі міне жоғалды. Қайтадан істейік. Енді кеткен болу керек. Барлығы жақсы. 2 рет ішке кірдік. Фрезамызды таңдадық, белгіледік, жібердік. Барлығы тамаша болды. Бұл бірінші вектор бізде істелінді, жұмыс жасалынды. Енді бұны көрінбейтін қылдық. Енді мынаны көрінбейтін қыламыз да екіншісін ашамыз. Екіншісін тура солай сыртқа шеңберді біз өшірейік қазір. Бұл біріншісі бізде ашық тұрады қазір. Екіншісін өшірдік. Енді қараңыздар, бізде біріншісінің бірінші беті бекітілсе, біз осы екінші векторда үстіңгі жағын бекітетін боламыз. Тура осылай үстіңгі векторды бекітетін боламыз. Енді мына жердегі аралықты бағанағыдай тура солай өлшеп аламыз. Міне. Аралықты өлшеп алғаннан кейін мына жерде 11-де 752. Осыны жазамыз. 11-де 752. 40 дана дейік. Жоғары қарай көтерілді міне. Осыны да өшірейік. Біз екіншісін істегенбіз қазір. Жасайық. Бірінші емес, екіншісін жасаймыз. Екіншісін басамыз. Тура солай ана аралықты өлшеп аламыз. Міне, өлшеп алғаннан кейін бізде аралық қанша? 12-де 164. Басамыз. 12-де 164. 12-де 164 мм, 40 дана жоғары. Міне. Артық бөлімді өшіріңіз. Тура осылай. Бізге мынау жоғарғы бөлім қазір керек емес. Мына бөлімде керек емес. Енді осыны біз толықтай дұрыстайтын, біріктіретін боламыз. Тура бағанағыдай. Қара болатын болса, міне қараңыздар, қателік бар деген сөз. Ашық вектор бар ана жерде. Осылай біз біріктірдік. Міне, барлығы тамаша болды. Енді келесі осылай ашамыз. Вектор 2. Мына жерден 12 мм фреза, 32 мм таңдадық. Материалымыз бар, тағы басқа бар. Окей дедік. Не қараңыздар, бітті. Сызбамыз дайын. Енді векторды жіберіп көреміз. Имитациясы қалай болып шығады. Міне қарасаңыздар болады. Міне тура осындай векторға біз ие болдық. Енді бұны назар қойып көргендеріңізге рахмет. Алла істеріңізге берекет берсін.